турнирінің 10 жылдығына арналады. Осы орайда бүгінгі студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігінің спорт және дене шынықтыру істері комитеті ұлттық спорт түрлері және спорттағы мүмкіндігі шектеулі тұлғалармен жұмыс бойынша басқармасының басшысы Махамбетов Мейрамбек Жанболатұлы, Қазақ күресі қауымдастығының бас директоры Иманбаев Абат Саматұлы, Қазақстан барысы турнирінің 3 дүркін жеңімпазы Ыстыбаев Бейбіт Әбдірахманұлы, Қазақ күресі қауымдастығының спортты дамыту жөніндегі директоры Сәбитов Бақдәулет Маратұлы, Қазақстан барысы қазақ күресін қолдау және дамыту қорының атқарушы директоры Оразалин Серікбол Төреханұлы. Студиямызға қош келдіңіздер. Абат Саматұлы, алғашқы сөз тізгіні өзіңізде, мархабат. Үлкен рахмет. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Ел тәуелсіздігіне қол жеткізгеннен бері қазақ күресінің жаңа дәуірі басталды. Ұлттық кәсіби негізде әлемдік деңгейге дамыту мақсатында 20 жылы қазақ күресіне қатысты 3 федерацияның басы біріктіріліп, Қазақ күресі ассоциациясы құрылған болатын. Жаңа ұйымның президенті Мәсімов Кәрім Қажықанұлы, бірінші вице-президенті Әбіш Самат Сатыбалдыұлы және вице-президент болып Абаев Дәурен Әскербекұлы болса, қазір таңда аталмыш ұйым қазақ күресін дамыту әрі насихаттау игілігіне белсенді әрі нәтижелі жұмыс атқаруда. Ғылыми практикалық базаны нығайту, оқу бағдарламаларын жүзеге асыру, мамандарды қайта оқытып біліктілігін арттыру мақсатында ассоциация президенттің қолдауымен Қазақ күресі академиясы ашылды. Бүгін академия тарапынан қазақ күрес мектеп бағдарламасына енгізу, Назарбаев зияткерлік мектептер дербес білім беру ұйымымен бірлескен жоба жүзеге асырып отыр. Сондай-ақ, рухани жаңғыру Қазақстандық қоғамдық даму институтымен бірлесе отырып, қазақ күрес арнайы жобасының концепциясы жасалды. Басты мақсат ұлттық күресті насихаттау арқылы қазақ халқының ұлттық бірегейлігін сақтап, халықаралық аренада Қазақстанның оң имиджін қалыптастыру. Қазақ күресінің кәсіби спорт негізінде дамуының жаңа қадамдары жасалып, әлемдік деңгейде жобалар ұйымдастыру жоспарлануда. Қазақ күресінің ел ішінде кеңінен насихаттап келе жатқан Қазақстан барысы жобасы барлығымыз үшін қымбат. 10 жылдың ішінде танымалдығы арттырып, өзіндік дәстүр қалыптасты. Бұл турнир өскелең ұрпақтың қазақ күресімен айналысуға үлкен серпін бергені анық. Қазақ күресі жастардың тұлға болып қалыптастуындағы тәрбиелік орны ерекше. Сондықтан мыңдаған спорт күйер қауым Қазақстан барысы турнирін асыға күтуде. Ал спортшылар Қазақстан барысына тыңғылықты дайындықпен келеді. Жарыс жеңімпаздары халықтың ұлдарына айналып, есімдері ел аузында жүріп, абыройлары асқақтайды. Биыл республикалық турнирде 37 палуан бақ сынайды. Оның ішінде Қазақстан барыстары Айбек Нұғмаров, Мұхит Тұрсынов, Еламан Ерғалиевтар да бар. 10-шы рет өтетін турнирдің жаңа есім күтеміз. Балуандары Қазақ күресі ассоциациясының атынан сәттілік тілеймін. Баршаңызға дәстүрлі Қазақстан барысы турнирінің 10 жылдығымен құттықтаймын. Назарларыңызға рахмет. Абат Саматұлы, осындай маңызды ақпаратпен бөліскеніңізге алғыс білдіреміз. Ал біз келесі сөз кезегін Бақдәулет Маратұлы өзіңізге береміз. Мархабат. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, құрметті бақ өкілдері. Біз бүгін еліміздегі бірегей жоба Қазақстан барысы республикалық турнирінің 10 жылдығына орай жиналып отырмыз. Қазақстан барысы турнирі бүгінгі таңда төл өнерімізді жаңғыртып, ұлттық ойындарымызды насихаттайтын дүбірлі додаға айналды. Қазақстан барысы жобасында жылдан жылға қатысушылардың көрермендердің саны артуда. Олай дейтініміз бүгінгі күнге дейін 10 жылдықтың ішінде қатысушылардың саны 100 мыңнан астам бүкіл өңірлерде. Және де жыл сайын 9 мыңнан астам жанкүйерлер және 3-8 миллионнан астам көрермендер тікелей эфирден жарысты тамашалайтын болады. Және де Қазақстан барысы турнирі аясында жас ұрпаққа үлгі болатындай ұлттық негіздегі тұлғалар қалыптасты. Олай дейтініміз турнирдің 3 дүркін жеңімпазы Бейбіт бауырымыз отыр алдымызда. Бейбіт бауырымыздың өзі Жамбыл өңірінде спортты, оның ішінде қазақ күресін жоғары деңгей дамытуға атсалысып жатса, тұңғыш барысымыз Ұлан Рысқұл осы күнге дейін халықаралық деңгейде қазақ күресін дамытуға үлкен үлесін қосты. Турнирдің 2 дүркін жеңімпазы Айбек Нұғмаров қазіргі таңда білім саласында жауапты қызметте, десе де ол әлі кілемнен шыға қойған жоқ, биылғы жарысқа қатысады. Сондай-ақ жаңа Абат Саматұлы айтып кетті ғой қатысушыларды, мен де толықтырып өтіп отқаным.
өзінен салмағы 50 килодан астам жоғары балуандарды жамбасымен шиіріп жүрген Мұхит Тұрсынов бауырымызда бүгінгі таңда ұлттық құраманың сабында әккі балуандардың бірі. Және Лондон Олимпиадасына қатысқан Ержан Шыныкеев те білесіздер, алтыннан белбеу таққан. Ол азаматта бүгінде кәсіппен айналысады. Қарағанды өңірінде қайырымдылық шаралардың басы-қасында жүр. Әскер барысынан бастап Қазақстан барысы атанған Еламан Ерғалиев те бүгінгі таңда құраманың сапына еніп, үздік нәтижелер көрсетуде. Жалпы жоба аясында қазақ күресіне деген, спортшыларға деген мемлекеттік тарапынан қолдаулар өте жоғары. Алдағы уақытта одан да жоғары деңгейде көтеріледі деген ниетіміз бар. Бір жоба аясында біздің балуандар ақшалай да, көлікпен де, алтын белбеулер де тапты. Тіпті бір жылдары Бейбіт бауырымызға пәтерінде кілті табысталған болатын. Жобаның авторы Арман Төлегенұлы Шоғыраев айтқандай, бұл жоба қазақтың ауылдағы балуандардың еңсесін көтеретін, ауылдың балдарына жағдай жасайтын әлеуметтік лифт бола алды. Қазақстан барысы турнирін кеңінен насихаттау барысында елімізде түрлі жас ерекшеліктерінде спортпен айналысушылардың саны жыл сайын өсіп келеді. Мәдениет және спорт министрлігінің ресми статистикасына сәйкес, бүгінгі таңда қазақ күресімен 130 мыңнан астам спортшылар айналысады. Бұл жекпе-жек спорт түрлерінде ең жоғарғы нәтиже. Ол да бір үлкен жұмыстың нәтижесі деп білеміз. Халық қолдауына ие болған жобаны тамашалауға 2015 жылы білесіздер, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев келіп қатысып, балуандарды марапаттаған болатын. 2019 жылы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза қатысып, күреске үлкен қолдау білдірген болатын. Аталған турнир аясында бүгінгі таңда Қазақстан барысынан бөлек әлем барысы, Евразия барысы бар, одан бөлек түрлі салаларда, мысалы өнер барысы, әскер барысы сынды жобаларда өткізіліп келеді. Оларда өз деңгейлерінде қазақ күресін дамытуға сүбелі үлестерін қосып келеді. Биылғы мерейлі 10-шы жылдықта біз Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына және Қазақтан шыққан тұңғыш кәсіби балуан Қажымқан Мұңайтпасұлының 150 жылдығына арнап отырмыз. Жолдамаға мысалға облыстық, республикалық маңызы бар қалалардан 37 балуан іріктеліп, бүгінгі таңда тереңдетілген медициналық бақылаудан өтті, допингке қарсы сынамаларын тапсырды. Жобаға қатысушы биылғы балуандардың басты балуандар десек те болады. Ол Айбек Нұғымаров, әлемнің 4 дүркін жеңімпазы, әлем барысының 3 дүркін жеңімпазы, Қазақстан барысының 2 дүркін жеңімпазы. Былтырғы алдыңғы жылғы 2019 жылғы соңғы Қазақстан барысы болғандықтан турнирге іріктеусіз қатысатын болады. Алдағы уақытта енді көре жатарсыздар балуандардың тыңғылықты дайындықтарын, жаңа балуандар да бар, оны әріптестерім айта кетер. Және турнир 2020 жылы Қазақ күресі ассоциациясы бекіткен қазақ күресі ережесі бойынша өткізіледі. Ол жерде айта кететін жағдай, қазақ күресінің динамикасын арттыру мақсатында 5 минуттық кездесу бүгінгі таңда 4 минутқа және қолданыстағы қойын қолтық белдесу дейміз 2 минут болатын, бүгінгі таңда 1 минутқа қысқартылды. Бұл өзгерістер осы жыл басынан бастап Қазақстан Республикасы чемпионаттарында сынамадан өткізіп, бүгінгі таңда оң нәтижесін көрсетті. Сондай-ақ Қазақ күресі ассоциациясы бастамасымен бүгінгі таңда қазақ күресінің жеке дара өзінің жаңа кілемі, ролматы дейді қазір, сол қолданысқа ие болды. Ол жерде балуандарымыз жалаң аяқ күресетін болады. Жүлде қоры жайлы мәліметтер бере кетсек, жүлде қоры жылдағыдай дәстүрлі түрде алтын белбеу бірінші жеңімпазға және де алтыннан құйылған ауыспалы тай тұяқ табысталады. Екінші және үшінші орын алған балуандарымызға күміс және қола белбеулер табысталатын болады. Ақшалай сыйақыға келетін болсақ, бірінші орын иегеріне 25 миллион теңге, бапкеріне 3 миллион 500 мың теңге. Екінші орын иегеріне 5 миллион 500 мың теңге, бапкеріне 1 миллион 800 мың теңге. Үшінші орын иегеріне 1 миллион 800 мың теңге, бапкеріне 900 мың теңге сыйақы беріледі деп бекітілген. Бұйырса алдағы уақытта балуандарымыз, бағы жанған балуандарымыз ала жатар. Турнир 4 шілде күні Нұр-Сұлтан қаласы жекпе-жек Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өткізіледі. Турнирге енді осы орайда күрестің барша жанкүйерлерінен, жанашырларынан біз кешірім сұрағалы отырмыз. Өйткені пандемиялық жағдайға байланысты Нұр-Сұлтан қаласы қазір білесіздер, қызыл аймақта бізге жарыс алаңына 20% ғана көрерменге рұқсат беріп отыр. Оның өзі қазіргі ашық бағдарламасы арқылы жүзеге асырылады.
Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайының көрермен сыйымдылығы 5000 орын болса, сәйкесінше біз 1000 орынды ғана көрермендермен қамтамасыз ете аламыз. Осы орайда алыстағы өңірдегі жанкүйерлерден біз өтініш ретінде сұраймыз, ол кісілер телеарналардан тікелей эфирден көрсе деп. Және де енді жалпы спорт ең алдымен денсаулық қой. Біз көрермендердің, жанкүйерлердің денсаулығын ойлай келе осы бір байламға келдік. Қатысушы әрбір балуанымыз болсын, төрешіміз болсын, жаңағыдай спорт жаттықтырушыларымыз болсын, барлығы ПТР сынамасы арқылы жарысқа енгізіледі. Теріс нәтиже көрсетсе ғана, оң нәтиже көрсетсе, оларды да шеттететін боламыз. Жанкүйерлер турнирді Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан тікелей эфирден көре алады. Сондай-ақ Ресейдің Матч Планета, Бокс ТВ, Түркияның ТРТ Аваз телеарналарынан да түсірілімдер жүргізіледі. Жалпы ресми салмақ өлшеу рәсімі 2 шілде сағат кешкі 19:00-де Хан Шатыр сауда ойын-сауық орталығында жоспарланып отыр. Жарыстың жаңа айтып кеттім, 4 шілде күні ресми 13:00-де Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында балуандардың жеребе тарту, соқыр жеребе тарту рәсімі арқылы басталады. Жалпы мәліметтер осы. Сөз соңында бақ өкілдерінен өтініш ретінде сұрайтынымыз, өздеріңізге белгілі, қазір 20% ғана көрермен деп отырмыз. Барынша Қазақстан барысы турнирін дәріптеп, ұлттық күресіміздің дамуын кеңінен таратуларыңызды сұраймыз. Назарларыңызға рахмет. Жалпы биылғы еліміз үшін, сонымен қатар қазақ күресі үшін маңызды жыл екенін баршамыз білеміз. Сол себепті сіздерге абыроймен өткізулеріңізге шын жүректен тілектеспіз. Ал дәл қазір біздің ортамызда Мәдениет және спорт министрлігінің де өкілі отыр. Мейрамбек Жанболатұлы, ассалаумағалейкум, сөз тізгін өзіңізде. Уағалейкум ассалам. Саламатсыздар ма, құрметті телекөрермендер? Жаңа өзімнің әріптестерім атап өткендей, Қазақстан барысы турнирі биыл 10-шы рет өткізіледі. Бұрнағы жыл пандемия әлемді осында жағдайға алып келуіне орай әрине Қазақстан барысы турнирін өткізуге мүмкіндік болмады. Осы жылы барлықтарымызды спорт сүйер қауымды құттықтағым келеді. Аталған турнирімізді әрі қарай жалғастыруға енді бізге қазіргі уақытта мүмкіндік беріліп жатыр. Мәдениет және спорт министрлігі Қазақстан барысы турнирінің маңызын ерекше атап өткісі келеді. Ол енді қазақ төл өнері, қазақ күресінің дамуына және де ұлттық спорт түрлерінің дамуына ерекше бір серпін берген, өздеріңіз білесіздер. 2011 жылы бірінші турнир ұйымдастырған кезден бастап халық ел арасы осы жарысты жыл сайын күтеді. Нұрсұлтан қаласына әрдайым енді қазақ спортының майталмандары келіп тікелей қарауға тырысып жатыр. Жаңа Бағдәулет әріптесім айтпақшы, 20% ғана мүмкіндік болады. Енді кіргізуге қалғандардың барлығы да Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан ауылда отырып та қарауға мүмкіндік алып жатыр. Енді Мәдениет және спорт министрлігі қазақ күресі спортын дамытуда бірқатар жұмыстар жүргізіп жатыр. Соңғы дене шынықтыру және спорт заңына енгізілген өзгерістерге сәйкес қазір білім және ғылым министрлігімен тығыз жұмыстар жүргізілуде. Ұлттық спорт түрлерінің компоненттері білім саласының барлық деңгейлерінде дене шынықтыру пәніне енгізіліп жатыр. Ұлттық спорт түрлерінің тізімі бекітілді. Алдағы бірінші кезеңде қазақ күресі, асық ату және тоғызқұмалақ спорт түрлерін енді мектеп бағдарламасына кіргізуді жоспарлап отырмыз. Одан бөлек ерекше атап өткім келіп отырғаны, президенттің тапсырмасына сәйкес 4 және 17 жасар балалар мен жасөспірімдерге қазір тегін спорттық секцияларға қатысуға мүмкіндік берілді. Осы ережелерге сәйкес 70-тен астам спорт түрлері енді, соның ішінде ұлттық спорт түрлерінен қазақ күресі енгізіліп, қазір енді ел арасында балалар мен жасөспірімдер тегін қазақ күресімен айналысуға мүмкіндік алады. Рахмет. Рахмет. Келесі сөз кезегі Серікбол Төреханұлына беріледі. Рахмет. Қош келдіңіз. Құрметті қазақстандықтар, құрметті бақ өкілдері, сіздермен бірге бүгінгі Қазақстан барысына арналған брифингке қатысқаныма қуаныштымын. Енді өздеріңіз білесіздер, биылғы жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жүлдесіне арналған 10-шы мерейлі додамыз өтейін деп отыр. Енді
Біздің Қазақстан барысы қорымыз 2011 жылдан бастап құрылып, оның басты мақсаттары қазақ күресін бұқаралық спорт түрі ретінде дамыту, жастар арасында патриоттық сезімді қалыптастыру, мамандар мен балуандардың материалдық жағдайын жақсарту және ауылдың балаларына мүмкіндік беру болатын. Енді осы мақсаттарды жүзеге асыру бойынша айтсақ, біздің Қазақстан барысы қоры осы жылдар бойы тек қана Қазақстан барысы турнирмен шектелмей, өздеріңізге белгілі халықаралық дәрежедегі әлем барысы, Евразия барысы секілді халық арасындағы халық барысы сияқты додаларды өткізген болатынбыз. Сол енді осы ретте айтсақ, біздің қорымызды осы жылдар бойы қолдап, зор үлесін қосып жүрген Нұр Отан партиясына, Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігіне, Нұр Сұлтан қаласының әкімдігіне, Самұрық қазына қорына және Қазақ күрес ассоциациясына алғысымызды білдіреміз. Енді барлықтарыңыз білесіздер, өткен жылы пандемиялық жағдайға байланысты біз өзіміздің додамызды өткізе алмадық өткен жылы. Алайда биылғы жылы біз барлық санитарлық нормаларды ескере отырып, өзіміздің іріктеу турларын жылдың басынан бастап өткізіп, 37 балуанды анықтағанбыз. Осы 37 балуанның ішінде 11 балуаны алғаш рет қатысайын деп отыр. Енді өз жеке басымнан Қазақстан барысы қоры атынан барлық балуандарға сәттілік тілейміз. Көрермендерді 4 шілде күні өтетін Қазақстан барысы додасына тамашалауға шақырамыз. Рахмет. Рахмет. Келесі кезектегі спикерімізді тіпті таныстырудың да қажеті жоқ деп ойлаймын. Көптеген қазақстандық жастарға, спортшыларға үлгі өнеге болып жүрген спортшылардың бірі бірегейі Стыбаев Бейбіт Абдрахманұлы. Бейбіт мырза, қош келдіңіз. Сіздің өзіңізде. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті бақ өкілдері, құрметті қазақ күресінің жанашырлары, қазақ елі. Бізде енді биыл жалпы тарихи жыл, тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы, теңдесі жоқ Қазақстан барысы жобасы 10 жыл оған. Әрине биыл мынандай елде болатын апаттан кейін бір жақсы қазақ демалатын құдай қаласа биыл Қазақстан барысы қоры айтып жатыр, өтіңкі деңгейде өткіземіз деп. Енді бұл Қазақстан барысы басталғаннан бері, сол кешегі 10-15 жасар балалар қазір биыл қатысып жатыр. Сол кішкентай кезден көріп өскен балалар осындай Қазақстан барысына қатысам ба деген 10 жыл өтіп кетті. Сол балаларға сәттілік тілеймін. Құдай қаласа бұл қазақ күресін біз тек қана Қазақстан қоры емес, ассоциация емес, ел болып бәріміз көтеріп, қолдан келгенше әрбір қазақ деген жүрегінде бар азаматтар ел болып көтеруіміз керек деп ойлаймын. Шын жүректен өзім осы Қазақстан барысын қорын құттықтаймын, қазақ елін құттықтаймын. Біздің қазақ күрес мәңгі болсын деп айтқым келеді. Рахмет. Рахмет, табысты күндеріңіз көп болсын, жеңісті күндеріңіз көп болсын. Ал біз келесі кезекте сұрақ-жауап бөліміне көшсек, алғашқы 2-3 сұрақты өзім қоям. Алғашқы сұрақ: Қазақстан барысы турниріне қатысушылар құрамы көп өзгермей жатады. Бір облыстан жыл сайын бір балуандар келе береді. Бұл бәсекелестің жоқ екенінің бір дәлелі ме? Қалай? Жауап беріп өтейін. Жалпы өңірлерде бәсекелестік бүгінгі таңда өте қарқынды. Жаңа Серікбол бауырымызда әріптесім айтып кетті. Биылғы жылдың өзінде 11 жаңа спортшылар. Бейбіт бауырымыз айтқандай да, сол кезіндегі балалар бүгін қазір ағаларын жағасын ұстап отыр деген секілді. Біз осы мәселенің шешімі жөнінде 19 жылда Қазақстан барысы турниріне рейтингтік жүйе арқылы балуандарды қатыстыруды ойлағанбыз. Биылғы жылдан бастап енгізетін болғанбыз, алайда пандемиялық жағдайға байланысты рейтингті өздеріңіз білесіздер, жинау үшін бізде турнирлеріміз тұрақты түрде өткізілу керек. Алайда бізде ешқандай турнирлеріміз тұрақты түрде өтпеді. Осы күнге дейін 1-2 ғана турнирлеріміз ғана өтті. Олардан балуандар өздеріне ұпай жинай алмайды. Сол себептен келесі жылы елдегі жағдай тұрақталған жағдайда біз оларды рейтингпен кәдімгідей ол кезде 50%-на дейін құрамасы өзгертеді деген ойдамыз. Ал жалпы жаңғырмайды дегенге біз келіспейміз, өйткені биылдың өзінде 11 бала қатысып отыр, бірінші рет. Жалпы осыны қазақ күресі десе, көзімізге, Қазақстан барысы десе, көзімізге ең бірінші Арман Шораев мырза елестейді. Жалпы ол кісі қайда, ол кісі не себепті тапсырды жалпы осы жобаны? Енді Арман Төлегенұлымен біз қазіргі таңда тығыз байланыстамыз. Ол кісі рас жобаның жетекшілігінен кетті, бірақ бізбен осы күнге дейін өзінің идеясымен, өзінің ақылдарымен бөлісіп отырады. Алдағы уақытта
4 шілде өтетін Қазақстан барысы турниріне де келіп тамашалайды, басқасымызда болып жүреді. Ал не үшін кетті деген сұрағыңызға толыққанды жауап алу үшін өткенде ғана Жетісу телеарнасына сұхбат берген болатын. Ол біздің жаңағы қордың әлеуметтік желісінде сілтемесі бар. Сұрақ қойған азаматтар сол жерден толыққанды жауап алуына болады. Сонымен қатар Жапана, қазақ күресі десе, біз түйе балуандарды, яғни ауыр салмақтағы спортшыларды ғана білеміз де, ал жеңіл салмақтағы азаматтарды біз көп біле бермейміз, халық жалпы көп біле бермейді. Оның да себебі неде деп ойлайсыздар? Енді ең алғашында Қазақстан барысы дүбірлі додасы басталды. Одан кейін 2-3 жылда осы мәселе туындады. Сол кезде біздегі ұйымдастырушылар Евразия барысы деген командалық, ол жерде 8 балуанымыз 55 килодан жаңағы плюс 100 келіге дейінгі балуандар қатыстырылады. Ол бір. Екінші мәселе, биыл жылдан бастап Қазақ күрес ассоциациясы тарапынан үздіктердің үздігі деген мега жоба жоспарланып отыр. Желтоқсан айында. Ол жерде де әр салмақтың 8 үздік балуандарын қатыстырып, соларды жеңімпаз атандырамыз. Соларға тиісті дәрежедегі сый-сияпаттарын, құрметтерін беретін боламыз. Оның жүлде қорының өзі Қазақстан барысы турнирі жүлде қорынан кем болмайды деген үмітіміз бар. Ал осы Қазақстан барысын жалпы басқа елде, басқа құрлықта өткізу ойда бар ма болашақта? Енді бар ондай ой. Ол жүзеге де асқан кездер болған. Өйткені бізде қазір болашақ бағдарламасымен балдарымыз түрлі шетелдерде оқып жатыр ғой, бауырларымыз. Сол шатаспасам осы бір 5-6 жыл бұрын болашақ барысы деген де жоба өткен Лондон қаласында. Сол сияқты ұсыныстар келіп жатыр бізге. Әзербайжандықтар бізді Бакуде өткізейік деген секілді. Алдағы уақытта оларды қолға алатын боламыз. Сонымен қатар bak.kz сайтының тілшісі Бек Тілеуовтен келіп түскен 2 сұрақ бар. Соларды рұқсат етсеңіздер оқып шықсам. Қазақстан барысы былтырғы карантиндік жылды есепке алмағанда 10 жылдан бері тұрақты түрде өткізіп келеді. Осы ретте халықты бір форматпен жалықтырып алмаймыз деп ойламайсыздар ма? Бір кездері 2 жылда бір рет өткізу жайлы ұсыныс болған еді. Ол ұсыныс болған. Бірақ біз ойлана кере. Мысалы, соңғы 2019 жылғы Қазақстан барысын қарсақта билеттер саны жетпей, сырттағы кіре алмай қалған көрермендерді көзіміз көрді. Сол себептен біз ойламаймыз халықты жалықты деп. Керісінше, халық өзі сұранысқа ие. Бізге бірнеше ұсыныстар, мысалға 90 дейді ғой, квартал. Әр 90-да бір барыс өткізсек деген ұсыныстар да бар. Сол себептен қазіргі таңда оның ешқандай бізге 2 жыл сайын өткізуге қажеттілігі шамалы. Жыл сайын өткізу бізге көрермен үшін де тиімді қазір. Ал жалпы Қазақстан барысына қатысқандар арасында допингпен ұсталғандар да болыпты. Мысалы, бір кездері чемпион атанған Еламан Ерғалиев. Биыл допингтен тексеріс қалай болды, допингтік тексеріс? Еламан Ерғалиев 2017 жылы Қазақстан барысы болды. Жаңа айтып өттік қой, балуандар барысқа дейін тереңдетілген медициналық сынамадан өтеді, бақылаудан, сосын допингке қарсы сынама тапсырады. Жеңімпаз болған балуандар бірден қайтадан допинг сынама тапсырады. Допинг сынаманың нәтижесі теріс келген жағдайда ғана біз олардың жүлде қорларын есеп шоттарына аударамыз. Еламан Ерғалиевте ондай ешқандай мәселе туындамаған. Ол балуан Қазақстан барысында өзінің адал еңбегімен жеңісін ұтты, нәтиже сәйкесінше жүлде қорында иеленді. Ол балуан сол жылдың қараша айында дзюдо күресінен Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстан Республикасы чемпионатында күресіп, сол жерде 3-тікке кіріп, сол сынама нәтижесінде ол ұсталып отыр. Әрине біздің бақ өкілдеріне қай балуан қандай спорт түрінен танымал болса, соған ғана жанастырып жатады ғой. Бірақ мен сіздерге ресми мәлімдеп отырмын, ол балуан қазақ күресінде таза күрескен. Бүгінгі таңда ол дзюдодағы шеттетілген дисквалификациясының уақыты бітті. Кеше ғана Алматыда өткен допинг сынамасын тапсырды. Соның алдағы аптада нәтиже шығады. Егер теріс шықса, міндетті түрде қатысатын болады. Рахмет, ал дәл қазір бізбен тікелей байланыста Хабар 24 телеарнасының тілшісі Аслан Қаженов. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, тыңдап тұрмыз. Сұрағым эпидемиологиялық ахуалға байланысты. Қазір елордада жағдай нашарлап барады, үнді штаммы шықты деген ақпараттар келіп жатыр. Осыған байланысты жаңа талаптар бар. Қазір бұқаралық спорттық шаралар өткізуге болмайды деген сияқты, мысалы 100 адамнан артық жинауға болмайды. Соған қарамастан қалай Қазақстан барысы өтеді, жаңағы мың көрерменді қалай жинайын деп отырсыздар, қарама-қайшылық емес пе санитарлық талаптарға? Енді сұрағыңызға рахмет. Осы уақытқа дейін біз Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігімен келісім бойынша жүріп келе жатырмыз. Бірақ енді жаңа Бағдәулет те айтып кетті, 20% ол енді осындай хатты қабылдадық біз әкімдіктен.
1000 адамға дейін біз билеттер де сата аламыз. Сол енді қазір пандемиялық карантиндік жағдайлар өзгертілсе, біз соларға ыңғайталамыз. Рахмет. Сұрағын толықтырып кетейін жауабын. Карантиндік мер біз барынша дайындалдық, кеше ғана шыққан қаулы ол. Бірақ қазіргі таңда ашық жобасы арқылы бізге рұқсат бар. Тыйым жоқ. Тыйым шыққан жағдайда біз соған бойұсынамыз, біз елмен біргеміз. Ешқандай қарсылығымыз жоқ. Рахмет, Аслан, тағы сұрағыңыз болады ма? Микрофоныңызды қоссаңыз. Аслан. Кешіріңіз. Вакцинаға қатысты талаптар бар ма спортшыларға? Салу екпе міндетті ма? Әлде ұсыныс ретінде ме? Қалай болып жатыр? Жоқ, жаңа айтып кеттім. Барлық спортшылар 72 сағаттан өтпеген ПТР несінің сынамасының теріс нәтижесімен ғана қатыстырылады. Егер оң нәтиже шыққан жағдайда қатыстырылу мүмкіндігінен айырылады. Рахмет. Біз келесі кезекте журналистке көшеміз. Біржан Валиев, Хабар 24. Біржан, здравствуйте. Здравствуйте, у меня 3 вопроса. Первый вопрос касается обучения казахша-күрес в школах. В прошлом году на финишную прямую вышла инициатива добавить данную дисциплину в общеобразовательные учреждения. На какой стадии сейчас находится этот вопрос? Кто будет разрабатывать программу и в каких классах дети будут заниматься казахской борьбой? Спасибо. Хороший вопрос. Как вы знаете, в этом году в программу школьную было введено национальное виды, это казахша-күрес. В этом году мы заканчиваем наше адаптивное обучение в назарбаевских интеллектуальных школах. И уже подытожение у нас произойдет, я думаю, в ближайшие недели. Мы это дадим в эфир, естественно, будет посещение, я думаю, наших школ, которые находятся по всему Казахстану, где мы уже проработали вариативный урок казак-күресі, который будет вводиться во всех школах. Сейчас мы этот вопрос прорабатываем через Академию казак-күресі. Естественно, мы ведем методические работы, обучающий персонал. Работа ведется в этом направлении. Мы сейчас работаем над этим вопросом, и я думаю, мы плавно перейдем в школы, чтобы это не было каким-то новшеством для детей. И, в принципе, мы готовы работать уже даже с дошкольными учреждениями, начиная с того, что мы хотим, чтобы наша писательская общественность подключилась к этому, интеллигенция, к тому, чтобы обучать наших детей со школьного возраста. Это, например, писать сказки для детей, истории, связанные с казак-күресі, потому что я считаю, что казак-күресі является как сегізінші қазынамыз қазағымыздың. Сондықтан оны алға жүргізу үшін осындай біздің шараларымыз жүріп жатыр. Спасибо большое. Спасибо, Біржан. У вас еще будут вопросы? Микрофон включите, пожалуйста. Уточняющий вопрос. Преподавательский состав, он как будет готовиться к тому, чтобы обучать детей казахша-күрес? Да, спасибо. Мы также думали над этим вопросом. Сейчас мы объехали все регионы страны по вопросам казак-күресі, посетили каждый регион, встретились с руководством области, встретились с общественностью казак-күресі и прорабатывать также вопрос, чтобы больше палуанов привлекать в работу физкультуры, чтобы они преподавали на уровне педагогов, обучались. В будущем у нас проекты стоят о том, что ввести факультативы казак-күресі, отделения в высших учебных заведениях, где есть спортивные факультеты, отделение казак-күресі, чтобы это уже была закладка, систематично работало на выпуск профессионалов, менеджеров и тренеров по казак-күресі. Вот такие вот у нас планы. Спасибо. Еще вопросы будут? Дополнение? Да, будут вопросы. Біржан, сейчас вам здесь спикеры хотят дополнить. Чуть-чуть. Подождите, пожалуйста. Да, когда мы говорим, что казах-күресі войдет в программу, в школьную программу, мы должны понимать, что это не в комплексе вся борьба войдет, а все-таки обязательные компоненты. И все преподаватели, получая свое образование, они проходят обучение по игровым видам спорта, по единоборствам и так далее. Сейчас мы имеем в школьной программе компоненты по гимнастике спортивной, по легкой атлетике и так далее. И хочу просто сказать, что у преподавателей, в принципе, базовое образование есть. Там, конечно, совместно с федерацией. Тут уже идут вопросы по правилам, по технике безопасности и так далее. Спасибо. Дополнение ваше.
Біржан. Большое спасибо. Следующий вопрос. Какими темпами развивается казахша күрес среди параспортсменов? И проводятся ли какие-то такие же крупные турниры? Планируется ли именно в параспорте по казахша күрес? Сұрағыңыз орынды. Биылғы жылдан бастап біз қараша айында Қазақстан Республикасының чемпионатын өткіземіз ересектер арасында. Сол жерде спортта мүмкіншілігі шектеулі жандар арасында, яғни көз көруі нашар балуандар арасында 3 салмаққа ғана жүлде қойып отырмыз. Сол азаматтарды биылғы жылдан бастап жаңағыдай кәсіби деңгейде чемпионаттар қатыстыратын боламыз. Биылғы алғашқы қадам ол. Рахмет, Біржан. И еще один вопрос. В конце прошлой недели в столице прошли республиканские соревнования по казахша күрес. И, к сожалению, да, там случился инцидент. Все закончилось конфликтом между спортсменами и дракой, ножевое ранение даже было. Почему так могло произойти? И есть ли какая-то информация о состоянии пострадавшего? Да, к сожалению, такой случай произошел после чемпионата среди 2000-х годов. Это уже после соревнований. Этот вопрос стоит у нас на контроле. Слава Худайға шүкір, спортсмен жив-здоров, идет на выздоровление, мы на контроле держим этот вопрос. Касаемо ответственности сторон, здесь полная ответственность лежит на тренере старшем, который привез команду, потому что он несет полную ответственность за сборную, которая приводит на соревнования. Поэтому в дальнейшем мы на дисциплинарном совете этот вопрос рассмотрим, и будет строго наказан каждый, имеющий отношение к этому событию. И в будущем мы будем контролировать, в принципе, проживание спортсменов, на месте ли тренер. Эти все вопросы сейчас стоят на повестке, и мы этот вопрос решим. И в будущем, я надеюсь, мы никогда не повторим таких случаев, как в данный момент. Спасибо. Рахмет, Біржан. Большое спасибо. Сау болыңыз. Сіз жалпы осы сіздердей азаматтар бар кезде қазақ күресінің тарихы менің ойымша мәңгі деп ойлаймын. Осы сөзбен бүгінгі баспасөз конференциясын аяқтағымыз келеді. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет.